Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін кешкі асқа өте ерекше мини таколар дайындаймыз. Тако ол мексикандық тағам, өте ерекше шығады, сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен қызып тұрған майға пиязды және тауық етін салып, әбден қуырып аламыз. Кейін тәтті болгар бұрышын қосамыз және татымына қарай тұз, бұрыш, басқа да дәмдеуіштер қосып, барлығын араластырамыз. Бір ас қасық томат пастасын қосып қызартып аламыз. Әбден қуырып алғаннан кейін оған кішкене ғана қайнаған су құйып 5-10 минуттай бұқтырып пісіріп аламыз. Дайын лаваштарды осындай домалақ бөліктерге бөліп аламын. Менде диаметр 9 см болды. Менде 20 шақты лаваш шықты және таконы осындай шұңғыл ыдыста жинайтын боламыз. Оның алдымен астын майлап аламыз және оған ортасына салмасы салынған лавашты дәл видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Кейін оның үстіне үккіштен өткізілген сырды сеуіп шығамыз. Менде бүгін сыр сулугуни, сіздер кез келген сыр қолдансаңыздар болады. Және қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Ыстықтай дастарханға ұсына беруге болады. Өте дәмді әрі ерекше тағамдардың бірі. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.